Ауыл вайнері бір айда 900 мың теңге тауыпты. Мына жігітті білесіздер ғой. Бұл ауыл вайнері есіммен белгілі Жандос Бақытұлы. Тұратын үйіме, үстімдегі киіміме қарамаңыз дейді блогер, деді де ақшасын көрсетті. Бұл 900 мың теңге. Сиыр сүтін сатып тапқан. Сенесіздер ме? Енді қаржылық сауаттылығы жоғары болса, үйі осындай, киімі осындай болушы еді. Ауыл вайнері үйленбеген. Бір айда миллион табатын жігіт қызықтыра ма? Сүттің 1 литрі шамамен 400 теңге десек, айына қанша сүт сатты сонда? Жалпы ауыл шаруашылық саласы қолынан іс келетін адам үшін түсімі мол қызмет түрі. Тек сүт емес, айран, ірімшік, картоп, сәбіз, пияз, помидор, қияр, бидай, күріш, қырыққабат, алма, алмұрт, жүзім. Өнімдердің барлығын ауылда, кең байтақ далада